Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге бүкіл Қазақстан сүйсініп жейтін ұлттық тағамымыз бешбармақтың рецебін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай етімізді жақсылап жуып тазалап, ыдысымызға салып, суымызды құйып, отқа қоятын боламыз. Бірінші кезекте жақсылап бір қайнатып аламыз. Мен бұл жерде қазы, сүрленген еттер, рулеттер салдым. Енді өздеріңіздің үйлеріңізде қанша адам бар, соған мөлшерлеп саласыздар. Міне осылай бір қайнап шыққан соң көбігін тазалап алып аламыз. Көбігін алып болғаннан соң пиязымызды турап, осылай майын құйып аламыз. Содан соң, осылай қайнап шыққан соң майын құйып аламыз. Сәбіз картошкамызды саламыз, бір пияз саламыз. Ендігі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Мен бұл жерде 2 зуала қамыр иледім. 2 жұмыртқа салып, 2 пиала су және де 2 шай қасық тұз саламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Міне 15 минуттан соң екінші рет қайтарып илеп қоямыз. Бұл кезде қамырымыз қолға жабыспайтын өте әдемі қамыр дайын болады. Енді бұл қамырымызды 2 бөлікке бөліп, 2 зуала етіп дайындап аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, кіші зуаламен 3-ке бөлсеңіздер болады. Мен 2-ге бөліп, үлкен етіп жайдым. Үлкен 2 зуала шықты.
Міне осымен қамырымызды жайып болғаннан соң мата дастарханға жайып қоямыз, немесе осылайынан салып алсаңыздар да болады. Міне етімізді алдық. Ендігі кезекте жаңа жайып қойған қамырымызды орап, кесіп, суымызды бұрқылдатып қайнатып дайындап қоямыз. Міне осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң осылай суымыз бұрқылдап жақсы қайнау керек. Сонда қамырымыз әдем болып шығады. Су жай қайнап тұрса салуға болмайды, қамырымыз бұрқылдап езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті суды жақсылап қайнатып алыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Асты жабысып қалмас үшін осылай астын бір-екі қозғап қойыңыздар. Осымен қамырымызды аламыз. Міне осылай қамырымызды алып болғаннан соң бетіне тұздық құятын боламыз. Менде видеода түспей қалыпты. Тұздығын құйып, бетіне ет, картошка, сәбіздерін салатын боламыз. Осымен тамағымыз дайын, ас болсын.